10-шы тарау. Кейінгі 4 күн. Сөйтіп, Дик Сент-Пилигримге капитан болды. Ол уақыт оздырмай желкен көтеруге ұйғарды. Жолаушылардың тілегі жалғыз-ақ. Қайтсе де тезірек Вальпараисоға жету, немесе оңтүстік Америка жағалауының бірер портына іліну. Дик Сент өздерінің бет алған бағыты мен Пилигримнің жүрген жүрісінің тездігін бақылап, жүрістің орташа тездігін есептеп шығарып, күнделікті жүрген жолының мөлшерін картаға түсіріп отыруға ұйғарды. Мұны орындау үшін компас пен лак болса жетіп жатыр. Кемеде винтпен айналып жұмыс істейтін патен лак барды. Бұл құралдың циферблатындағы тілі белгілі бір уақыттың арасында кеменің жүріс тездігін көрсетіп отырады. Патен лак зор қызмет атқара алады. Құралдың құрылысы оп-оңай. Мұны пайдаланудың әдісін үйрену Пилигримге жаңа келген тәжірибесіз матросқа да қиын емес. Бірақ мұның есептен жаңылдыратын бір жері бар. Ол теңіз ағысы. Лак та, компас та ағыс күшін есептей алмайды. Ашық теңізде кеменің дәл қай жерде екендігін тек қана астрономиялық бақылаумен шамалауға мүмкіндік бар. Бірақ олардың сорына астрономиялық бақылау жүргізуді жас капитан біліңкіремейтінді. Алғашында Дик Сент-Пилигримді Жаңа Зеландия жағалауына қарай кері әкетуге ниеттенген еді. Бұл жол төте де жақын болатын. Егер өне бойы кеменің алдынан соғып тұрған жел кенет бұлардың ыңғайына бұрылмаса, жас капитан алғашқы ниетін орындаған болар еді. Жел бет алған бағытқа бұрылған соң, Америкаға қарай жүре беру оңайырақ көрінді. Жел ыңғайы 180 градус шамасы бұрылды да, енді солтүстік батыстан соғып, екпіні күшейе түскен тәрізденді. Мүмкіндігі болғанша ілгері басу үшін ыңғай соққан желді пайдаланып қалу керек. Дик Сент барынша бакштагпен жүруге ұйғарды. Пилигримнің фок мачтадағы тік желкені төртеу болатын. Мачтаның төменгі иіндегі фок, стенга марселі, брамстенадағы брамсель және бомбрамстенадағы бомбрамсель. Грот мачтаға кішірек желкендер қойылады. Төменгі иінде грот болады да, оның үстінде топсель тұрады. Бұл екі мачтаның аралығындағы штангаларға тағы да көлбеу стаксель желкендердің үш қатарын қоюға болады. Кеме тұмсығындағы бушпритке, көлбеу мачтаға, сыртқы, ішкі және бомб-кливер барлығы 3 кливер қояды. Кливерді, стаксельді, көлбеу гротты рейге шықпай-ақ палубада тұрып оп-оңай көтеріп, немесе түсіріп қоюға мүмкіндік бар. Бірақ желкенді фок мачтаға орнату үшін теңіз ісіне жетік болу керек. Бұл желкендермен бірер маневр жасау үшін вантпен өрмелеп стенгаға, брамстенгаға немесе бомбрамстенгаға шығу керек. Мачтаға тек желкен көтеру үшін ғана шықпайды. Жел кернеген желкеннің аумағын азайту үшін де шығады. Теңізшілер бұл маневрді риф алу деп атайды. Сондықтан да матростар рейге салбыратып байланған арқанмен өрмелеп шығып, бір қолымен арқаннан ұстап тұрып, енді бір қолымен жұмыс істей білулері шарт. Бұл маневр әсіресе әдеттенбеген адамға өте қауіпті. Кеме бортының қырындай шайқалуын, матрос мачтаны өрмелеп жоғарылаған сайын, мачтаның әдеттегіден де тыс қатты шайқалатынын айтпағанның өзінде, оқтын ішін тартып соққан жел екпіні желкенді бірден кернеп мачта басында тұрған матросты борттан ұшырып түсіруі ықтимал. Бақытқа қарай жел екпіні бірі қалыптан айнымады. Теңіз толқыны етек ала қойған жоқ. Кемеде онша қатты шайқалмады. Дик Сент капитан Гульдің вымпел көтерген белгісімен Пилигримді апат болған жерге апарғанда кеменің көлбеу гроты, кливері, фок пен марселі көтерулі еді. Сөйтіп кемені барынша бакштагпен жүргізу үшін енді брамсельді, бомбрамсельді, топсель мен стаксельді көтерсе жетіп жатыр. Достарым, деді жас капитан өзінің жәрдемшілеріне қарап, менің бұйрығымды дәл орындасаңдар болғаны, жұмыстарың ойдағыдай алға басады. Дик Сент штурвалда тұрып команда берді. Том, травить шток. Травить? Том оның командасына толық түсіне алмады. Не істерін білмей арқанға жармасты. Я деймін, травить, штокты босат деген сөз. Аха, енді түсіндім. Бат, сіз енді Томның істегенін істеңіз. Солай, жақсы, енді шерттіре тартыңыз. Я, шерттіре тартыңыз. Осылай ма? Солай, өте жақсы. Геркулес, енді сіздің кезегіңіз. Кәне, шіреніп көріңізші. Бұл арада күш керек. Геркулеске шіреніп көрдеу ойланбағандық еді. Алып негр бар күшін салып тартқанда арқан үзіліп кете жаздады. Оншама қатты тартпаңыз, деп айқайлады Дик Сент күле сөйлеп. Сіз бейтіп тартсаңыз мачтаны түбінен жұлып құлатарсыз. Бұл менің ақырын тартқаным ғой, деп ақталды Геркулес. Мұның аты ақырын болса, Геркулес, сіз былай етіңіз. Арқанды шындап тартпай тек қана тартқан болыңыз. Сөйтіңіз, істелетін жұмысы дәл орындаған болыңыз. Қане досым, тағы да босатыңыз. Солай, швартуйте. Я, швартуйте деймін. Түсінбеді. Байлаңдар.
Солай жақсы. Фоктың барлық желкені жайменен бұрыла берді. Желкенді жел кернеп кеме алға ұмтылды. Бұдан соң Диксент Кливердің шкотын босатуға бұйырды. Достарым, өте жақсы істелді, деп Диксент жаңа матростарды мақтап қойды. Енді грот мачтаны үйреніп көрейік. Бірақ сен, Геркулес, абайла. Тағы да бірдеңені үзіп алма. Маневрды матростар оңай істеді. Көлбеу грот тиісті бұрышқа қойылып еді. Дереу жел кернеп алдыңғы желкеннің күшіне күш қосылды. Одан соң көлбеу гроттың үстіне тап сел көтерді. Оны істеу оңай. Гетовидің үстінен алып арқандарын босатып қайта байлай салса болғаны. Бірақ Геркулес пен Актеон, кішкентай Джек үшеуі бар күшін салып шкотты басып еді. Гордель үзіліп кетті. Үшеуі бірдей шалқасынан түсті. Бір жақсы жері ешқайсысы зақымданып, еш жерлері жараланған жоқ. Бала мәз боп қалды. Оқасы жоқ деп айқайлады капитан. Үзігін жалғап жіберіп қайтадан тартыңдар. Бірақ қара күшке сала көрмеңдер. Ақырында желкендер тиісінше керіліп байланып та болды. Диксент штурвалдан қозғалған жоқ. Пилигрим шығысқа қарай тартып келеді. Ендігі қалған жұмыс кеменің алған бағытынан аумауын бақылау ғана. Оны орындау оңай. Өйткені жел бір қалыпты соғып тұрса, кеме өз бетімен лағып қаңғымайды. Достарым, тамаша болды бұл, деді Диксент. Сіздер кешікпей-ақ тәжірибелі матрос боласыздар. Тырысып бағамыз, капитан Дик, деп Том қарт өзінің жолдастары үшін жауап қайтарды. Талапты матростарды миссис Уэлдон да мақтап қойды. Мақтаудың да пайдасы тиді. Кентай Джек тыным таппай жұмыс істеді. Джек, мына арқанды сен үздің ау деймін, деді Геркулес күле сөйлеп. Өзің мұнша күшті екенсің ғой, сен болмасаң қайтер едік. Бала мақтанғанынан құлағына дейін қызарып, досының қолын ұстап қатты қысты да қатты сілкіп қойды. Әйтсе де Пилигримді әлі де болса көтерілмеген желкендер барды. Брамсель, Бомбрамсель және Стаксель көтерілмеген болатын. Алайда Бакштагпен жүзгенде бұл желкендер де көтерілулі болса, Пилигримнің жүрісі не дәуір тездеген болар еді. Диксент бұл желкендерді де көтеруге ұйғарды. Стаксельді кеме палубасында тұрып, оншалықты қиналмай-ақ көтеруге болады. Ал фок мачтаның тік желкендерін палубада тұрып көтеруге мүмкін емес. Оларды көтеру үшін рейге шығу керек. Диксент өзінің тәжірибесіз командасын тәуекелге жібергісі келмей, бұл жұмыспен өзі айналысты. Ол штурвалды Томға тапсырып, кемені қалай бағыттаудың әдісін дәл көрсетті. Сосын Геркулесті, Батты, Актеон мен Остинді Бомбрамсель мен Брамсельдің горделіне қойып, мачтаға өзі шықты. Жас капитан шапшаң да епті болатын. Лездің арасында Браймрейдің пертасына өрмелеп шығып, Брамсельді тартқан шкоттың түйінін шешті. Одан Бомбрамрейге шығып, оның да шкотын шешті. Ол жұмысын аяқтап, Штирборд фордунының бірімен сырғанап палубаға түсті. Жаңа матростар жас капитанның көрсетуімен желкен керіп, оның етегін рейдің астыңғы жағындағы нокке тартып байлады. Бұдан соң грот мачта мен фок мачтаның арасына Стаксель көтерді. Сонымен желкен көтеру жұмысы сәтті аяқталды. Геркулес арқан тартқанда қара күшке салмай жайлап тартатын болды. Сондықтан еш нәрсені үзіп бүлдірген жоқ. Қазір Пилигрим бар желкенін түгел көтеріп заулап келеді. Диктің Леселді де көтеруге мүмкіндігі барды. Бірақ бұл жағдайда оны көтерудің қиын екенін есепке алмағанның өзінде, дауыл бола қалса оны тез жинап алу аса қиын болар еді. Сондықтан жас капитан көтерілген желкендермен қанағат етуге ұйғарды. Томды штурвалдан босатты да Дик өз орнына барып тұрды. Желге жан ене бастады. Пилигрим оң жағына таман қисая түсіп, мұхит бетімен сырғи жөнелді. Оның артқа тастап бара жатқан жалпақ ізі кеменің сапалы жүрісіне куә еді. Міне, біз енді дұрыс бағытқа түстік, миссис Уэлдон, деді Диксент. Тек қана ыңғайымыздан соққан жел айни көрмесін деп тілейік. Миссис Уэлдон жасөспірімнің қолын алып қатты қысты. Соңғы сағаттардағы жан түршігерлік оқиғаның уайым қайғысына өзінің шаршағандығы қабаттасып, қиналғанын сезе қойды да, өз каютасына келіп есеңгірегені кісіше төсегіне барып құлай кетті. Кеменің жаңа командасы палубада болды. Матрос негрлер жұмыстың нендей түрі болса да, орындау үшін Диктің бір ауыз сөзін күтіп, кеме тұмсығындағы вахтада тұрды. Бірақ әзірге желдің күші бәсеңсіп, немесе басқа жаққа ауыса қоятын нышан жоқ. Сондықтан команданың істей қоятын жұмысы да жоқты. Бенедикт ағай өз жұмысымен аса шұғылдануда еді. Ол тіміскілеп жүріп, Пилигрим бортынан тапқан бір жәндігін лупамен қарап зерттеп жатқан. Мұнысы тек қанатты әшейін бір шіркей. Басы ішіне кіріп кеткен, мұрты тарам-тарам ұзын, алдыңғы қанаты жарғақ тәрізді, бірақ қанат қабығына айналған. Бұл олжа Бенедикт ағайдың талайына қарай камбуздан табылғанды. Үсті басы шаң тозанға былғанып, жарық біткенді сығалап жүрген ғалымға Негороның ашуы келіп,
Аса бағалы жәндікті тапап тастағалы аяғын апара бергенде ғана Бенедикт ағай әлгі жәндікке жармаса кеткен. Оның ашуланғанын кеме аспазы елеген де жоқ. Капитан Гуль мен 5 матростың жолақ жон китті аулауға кетіп, сәтсіздікке ұшырағанын, оның соңында нендей уақиғалар болғанын Бенедикт ағай білді ме? Әрине білді. Білгені сол, пилигрим қырғын болған жерге жетіп, қираған қайықтың сынық тақтайлары су бетінде қалқып жүрген кезде Бенедикт ағай палубада тұрған. Демек, кеменің экипажы оның көз алдында қаза тапты деген сөз. Бұл қайғылы уақиғаға Бенедикт ағай қынжылмады десек, оны мейірімсіз деп айыптаған болар едік. Бейшара аңшыларды оның аяғандығы жөнінде күмәндануға болмайды. Ол немере қарындасы миссис Уэлдонның ауыр халде қалғандығын да ойлап қынжылды. Тіптен ол миссис Уэлдонға келіп, «Қорықпа, сендердің қасыңда мен бар емеспін бе? Мен тұрғанда сізге келер бәле жоқ» деп еді. Сосын өзінің каютасына кіріп кеткен. Бәлки, бұл қайғылы уақиғаның ақыры немен тынарын болжағалы, шешуші әрекеттің жобасын белгілеуді оңаша отырып кеңінен ойланғысы келген болар. Бірақ жолда келе жатып, жоғарыда айтылып өткен тарақанға тап болып, сол жәндік оның бүкіл ой-пікірін бүтіндей өзіне тартып алған. Көз ашып жұмғанша болмай, дүниеде пилигрим атты кеме, оны Гуль деген капитан басқарғанын, ол бейшараның бүкіл экипажымен бірге қаза тапқанын Бенедикт ағай есінен шығарды. Бұл жиіркеніш жәндікті сирек кездесетін алтын қоңыздай көрді де, әлгі тарақанмен әуре болып қала берді. 6 адамның басын жұтқан жантүршігерлік апат жолаушылардың есінен кетпестей уақиға еді. Сонда да болса борттағы тұрмыс бұрынғы қалпына қайта түсті. Диксент алғашқы күндері күллі жұмысты бір өзі атқарып, жан-жаққа жарылғандай болды. Кемені толық тәртіпке келтіріп, күтпеген кездейсоқ жағдайларға қарсы әзір тұрарлық шараларды қарастырды. Негр матростар жас капитанның әрбір ишара еткен бұйрығын қалт жібермей орындап тұрды. Кешке таман пилигрим бортында көрнекті тәртіп орнады. Оған қарағанда күллі іс одан былай оңға басады деп сенуге болар еді. Негоро 15 жасар капитанның беделін түсіруге енді қайтып қамданбады. Дикті бастық деп таныды. Ол көп уақытын бұрынғы әдетінше өзінің тар камбузында өткізіп, палубаға сирек шығатын болды. Негоро тәртіп бұзуға болмашы ғана әрекет етсе, Диксент оны құрлыққа жеткенше қамауда ұстауға бел байлады. Жас капитан қақса болғаны, Геркулес кеме аспазын желкесінен алып трюмге апарып тыға салуға әзір. Алыпқа бұл істі орындаудың ешқандай қиындығы жоқ. Кәріннан тамаша аспаз Негороның орнын сол басар еді. Негоро өзінің қымбат адам еместігін және ізі аңдулы екенін сезсе керек, сыр білдірмей тыныш жүрді. Жел күшейген үстіне күшейе берді, бірақ бастапқы ыңғайынан ауған жоқ. Түн болғанша желкенде ауыстырылмады. Мачталар темірмен бекітілген. Мығым, кеменің жалпы жағдайы айтарлықтай жақсы. Осының бәрі тіптен жел бұдан әрі күшейе түссе де, желкенді барынша желге кернетуге мүмкіндік береді. Әдетте, кемелердің көбісі түн болысымен көтерулі желкендердің көлемін азайтады. Ең алдымен жоғары желкендерді, бомбрамселді, тағы басқаларын төмен түсіреді. Осы шаралар түгел орындалса, кенет соққан дауыл кеме үшін қауіпті емес. Бірақ Диксент бұл сияқты алдын ала сақтану шараларын қолданған жоқ. Өйткені ауа райына қарағанда ешқандай күтілмеген қолайсыз жағдайдың бола қоярлықтай түрі жоқты. Ол мұхиттың осы иесіз бөлегінен шыққанша кеменің жүрісін кеміткісі келмеді. Мұның үстіне бірінші түнгі вақтыда жас капитанның өзі тұрып, бәрін де өзі бақылауға ұйғарып еді. Пилигримнің жүріп өткен жолының мөлшерін шамалау үшін Диксенттің бірден бір қолданатын құралы компас пен лаг екендігін жоғарыда айтып өттік. Жас капитан әрбір жарты сағат сайын суға лаг тастатып, құралдың көрсеткен мөлшерін өз қолымен теңіз журналына жазып отырды. Пилигримде 2 компас барды. Оның біреуі штурвал үйшігіне, рульшінің нақ алдына орнатылған. Компастың беті картасы. Күн мен түннің қай минуты болса да, кеменің бара жатқан бағытын көрсетіп отырады. Түн болса компастың екі жағына шырақ қойып, бетіне жарық түсіріледі. Екінші компас бұрын капитан Гуль тұрған каютаның қабырғасына ілінген. Бұл компас капитанның каютада отырып-ақ, рульшінің кемені тапсырылған бағдармен дәл жүргізіп бара жатқанын, немесе тәжірибесіздіктің, салақтықтың салдарынан кеме басқа жаққа қарай қаңғып бара жатқанын бақылауына мүмкіндік беретін. Әдетте, алыс сапарға шыққан кемелердің компасы кем дегенде 2-ден болады. Оның үстіне кемінде 2 хронометр алады. Құралдардың бұзық түзігін анықтау үшін көрсеткен бағдарын ауық-ауық салыстырып отыру керек. Диксент өзіне қажетті 2 компасты аса сақтықпен пайдалануды экипажына мұқият тапсырды. Бірақ ақпанның 12-сінен 13-не қараған түні жас өспірімнің өзі вақтыда тұрған кезде
Капитан каютасындағы компас жазым болды. Компастың шегеге ілінген жез шығыршығы сыныпты да еденге түсіпті. Бұл уақиға ертеңгісі мәлім болды. Шығыршық қалайша сынған? Бұл бақытсыздық нендей себеппен болғанын ешкім шеше алмады. Ақырында шығыршықтың үзілуін тот жеп шайқалудан шеге қажаған. Сөйтіп шығыршық жіңішкеріп үзілген деп шамаланды. Бірақ жағдай солай болды ма? Әлде басқаша ма? Әйтеуір екінші компас сынып, оңдауға келмейтін боп істен шықты. Диксент қатты қынжылды. Ол ендігі жерде қолында қалған жалғыз компасқа сеніп, кемені соның көрсеткен бағдарымен жүргізуі керек. Екінші компастың бүлінуіне ешкім жауапты емес. Дегенмен мұның ақыры қолайсыз жағдайға соқтыруы ықтимал. Диктің ендігі істейтін шарасы қолда қалған жалғыз компасты кездейсоқ қырсықтан сақтау ғана. Компас уақиғасы болмаса, Пилигрим үстіндегі жағдайдың бәрі соңғы уақытқа шейін оңды болып келген еді. Кемедегі істелетін қызмет уақытын бөлгенде, Диксент өзінің штурвал вахтасында тұратын кезегін түнге келтірді. Ол күндіз 5-6 сағат жатып демалады. Осы қысқа мерзімді демалыстың ішінде әл жинап тынығып алатын. Капитан демалып жатқан кезде штурвал вахтасында Том мен оның баласы Бат тұратын болды. Диктің дұрыс басшылығы арқасында бұл екеуі аздап болса да жарамды рульші болып алды. Миссис Уэлдон Дикпен жиі кеңесетін. Батыл да ақылды әйелдің кеңесін жас капитан аса бағалады. Пилигримнің өткен күнгі жүрген жолының картасын күн сайын әйелге көрсетіп отырды. Диктің картаға негізгі түсіретіні кеменің бара жатқан бағыты мен жүріс тездігінің орташа есебі еді. «Көріп тұрсыз ба, миссис Уэлдон?» деді жас капитан әйелге қарап. «Мына ыңғай соққан желді байланып, кешікпей-ақ оңтүстік Америка жағалауына жақындап қаламыз. Әрине, кесіп айту қиын. Бірақ бізге алдымен көрінетін жағалау Вальпараисоға іргелес болар деймін». Миссис Уэлдон Пилигримнің дұрыс бағытта келе жатқанына және солтүстік-батыстан ыңғай соққан желдің межелеген жерге жеткізіп тастайтынына күмәнданған жоқ. Бірақ бұл меже оған соншалықты алыс көрінді. Кеменің құрғаққа баратын жолын астыртын аңдыған қаншама қауіп-қатер бар. Ауа райы бұзылып, жаңбыр жауа қалса теңіз бетінде толқын көтерілуі мүмкін. Аспан да теңіз де бірдей қатер. Өзі қатарлы балалар сияқты Джек те уақытын палубада әрлі-берлі жүгіріп, дингомен ойнап өткізетін. Соңғы күндерде Диксент балаға уақытын аз бөлетін болды. Әрине, бұл жағдайды бала да сезген еді. Бірақ Дикті жұмысынан қалдырмау керек екенін жас әйел бөбегіне ұғындыра білді. Тіл алғыш бала енді қайтып капитан Диктің мазасын алып қылқылдауды қойды. Пилигрим бортындағы өмір осындай жағдайда өте берді. Негрлер өздерінің жаңа кәсібі матростыққа аз-аздап көндіге бастады. Том қарт боцман қызметінің міндетін атқарды. Жас капитан демалған сағаттарда күндізгі кезектің вахты бастығы Том болды. Онымен бірге Бат пен Остин тұратын. Дик бастаған екінші вахты кезегінде Геркулес пен Актеон тұрады. Сөйтіп біреуі штурвалда тұрып кемені басқарады да, қалған екеуі тұмсықтағы вахтада тұрады. Кеменің жүріп келе жатқан жері мұхиттың иесіз бөлегі еді. Бұл шамадан қарсы келе жатқан кемеге жазатайым соқтығысу қаупін ойламаса да болады. Әйтсе де, жас капитан вахтада тұрғандардан өте сақ болып, қырағы бақылауды талап етті. Ол кеш болысымен велгі фонарларды, кеменің оң жақ бортында көк фонар, сол жақ бортына қызыл фонар іледі. Және осы фонарларды жағып қойды тапсырды. Диксент штурвалда тұрып түн артынан түн өткізді. Кей уақыттарда өзінің әлі құрып, әбден шаршағанын сезетін. Өзінің қолы штурвал дөңгелегін ұстап тұрғанын да сезбейтін еді. Бұл оның әбден шаршап қажығандығының салдары еді. Бірақ мұны ешкімге айтып шағымданбайтын. Сонда да болса ол ақпанның 13-нен 14-не қараған түні әбден дымы құрып, амалсыздан бірнеше сағат демалуға мәжбүр болды. Оның орнына штурвалға Том барып тұрды. Аспанды қалың бұлт құрсаған. Түннің қараңғылығы сонша, палубадан қарағанда жоғарғы желкен көрінбейді. Актеон мен Геркулес тұмсықтағы вахтада тұр. Кармодағы Нактоуздың болымсыз жарығы штурвал дөңгелегінің теміріне түсіп көмескі жылтыраған болады. Жоғарыда мачта басында белгі фонарлар жанып тұр. Кеменің палубасын бүтіндей қараңғылық басқан. Ұзақ уақыт вахтада тұрып қажыған Том түнгі сағат 3-тің шамасында түк тұрған күйі қалғып кетті. Ол бірер көлеңкенің палубада жылжып бара жатқанын байқамай қалды. Бұл Негора еді. Кеме аспазы компасқа білінбей келіп, бір ауыр затты Нактоуз астына қоя салды. Нактоуздың жарығы түскен компас бетіне бірнеше минут қарап тұрды да, дыбыс шығармай тайып тұрды. Мұны Том да, вахтада тұрған басқа матростар да көрмей қалған. Егер Негороның Нактоуз астына қойып кеткен ауыр затын ертеңгісін Томды ауыстырған Диктің өзі көрсе де, ойланбай-ақ алып тастар еді. Өйткені Негороның компас астына қойып кеткен ауыр заты бір жалпақ темір болатын.
темір компастың магниттік тілін өзіне қарай тартады. Компас тілі магнитті полюсті, яғни солтүстікті көрсетудің орнына 4 румбаға барып тоқтап, енді солтүстік шығысты көрсетті. Көп кешікпей Том да оянды. Ояна салып компасқа қарады. Оған пилигрим бұрынғы бағытынан ауған сияқтанды. Том кемені шығысқа қарай бағыттау үшін штурвал дөңгелегін айналдыра берді. Бірақ компас тілінің де бұрылғанын вахта рульшісі байқамаған еді. Кеме тұмсығы тіп-тіке оңтүстік шығысқа қарай бұрылды. Сөйтіп, пилигрим алғашқы бағытынан 45 градусқа бұрылып, бұрынғы шапшаңдығымен алға қарай жүйткей берді.